ғалымдар да айтады ғой, 85% балаға интеллект анасынан беріледі деп. Адам айтады ғой, әлгі мінезінен мүсәпір деп. Егер қыздың мінезі жаман болса, жұмысқа да барған жеріне де сыймайды. Меніңше жақсы келін болу үшін, егер образға қатысты айтсақ, онда ұлыңды жақсырақ тәрбиелеу керек те, саған сондай келін алып келетін. Бірін-бірі ұрып жатқан, біріне-бірі балаға сөз айтып жатқанын көргенде біздің ішіміз ауырады. Мысалы, қазір қыздарға айтылатын сында, ақылда көп қой, соның бәрін қоя тұрайық та, оның барлығы бар. Ұлдарға көшу керек сияқты. Мен Данабаева Күлсия Мәлікқызымын. Батыр ана, Елорда халықтық қорының 15 жыл болды мүшесімін. 7 бала, 30-дан астам немере, шөберелерім бар. Қазіргі жастардың, әсіресе қазақ қыздарының ивалы, инабатты болып өсуін, көнді сыйлап кішіге ізет көрсетуін қалаймыз. Мен есімім Ұлпан, мен осы Астанада тұрам. Мен СМ-мен айналысам, дебатпен айналысам, жалпы сол активист жастардың бірімін. Негізі қазір біз, мысалы сіз айтасыз ғой, жастар қазір ибалы, иманды болу керек деген сияқты. Қазіргі көзқарас, егер ол өзінің дәстүрге сай, белгілі бір стереотиптермен өмір сүренбесе, ол солай өмір сүрсін. Тек егер ол басқа көзқарастарды таңдаса, онда сол көзқарастармен жүрсін деген көзқарас ұстанады жастар. Мысалы жастарға айтады ғой, сендер бәрің мынандай болуың керек, бәрің осы үшін жамансыңдар дегенге қазіргі жастар көбінесе ашынамыз да, өйткені барлығымыз бірдей емеспіз. Мен мысалы өзімді тәрбиелі, дәстүрге сай, иманды ұстағым келеді, бірақ менің құрбым бар. Оның көзқарасы батысқа сай. Ол жаңа бір бағыттарды ұстанғысы келеді, и оны да, мені де бір рамкаға салғысы келгеніне барлық жастар соған қарсы. Сондықтан қазір әркім өзінің қалағандай болса ғой деген ойдамыз. Әрине, ол қоғамдағы белгілі бір шарттарды бұзбайтын дұрыс зат болса. Сендерге дұрыс шығар, енді қазір заман өзгерді дейміз ғой, заман емес, адамдар өзгеріп бара жатыр. Әсіресе қыз балалардың бойынан бір қолайсыз жағдайларды көріп қаламыз. Бірін-бірі ұрып жатқан, біріне-бірі балаға сөз айтып жатқанын көргенде біздің ішіміз ауырады. Сондықтан енді қатып қалған ештеңе жоқ. Дегенменен қазақи тәлім тәрбиені әрбір қыз бойына сіңіріп, сонымен енді өзін ұстап, ашық-шашық киінбей, өзіне сай, әрине кереметтей баттастырып боянып, шашын қалай болса солай бояп, көкке, басқа нәрсеге бояп жатыр ғой, сап-сарығып өзінің несін, өзінің сұлулығын енді жауып тастаған сияқты көрінеді. Ал өте қысқа киіну енді әйел адамға келмейді. Енді біз үлкен адам болғаннан кейін бәрін талап еткіміз келеді. Оған сендердің мына менталитеттерін келмейді. Қайшы сияқты бізге. Сондықтан енді үлкенді сыйлап, үлкеннің бетінен алмай, үлкеннің алдында жарыса сөйлемей отырса дейміз. Қыз бала үйден айтады ғой, отбасында бесіктен алған тәрбие қайда барса, сол тәрбие қалмайды қыз баланың артынан. Енді кейін ол біреудің отын жағып, бір жерге ұрып, ана болып ұрпақ тәрбиелейді. Әрине сендердің енді талаптарың қазіргі заманға сай өсіп келе жатыр. Оның бәріне біз қарсы шығамыз деп айта алмаймыз. Дегенменен қазақ қызы деген атқа сай қыздарымыз жүрсе дейміз. Енді 21 ғасырда қазақ қызын енді бұрын қыздармен салыстырғанда бұлар қазір енді кейбірі қысқа кигісі келеді, кейбіреулер ашық, кеудешелер кигісі келеді. Енді ол өзіне ұнап тұрса, біз қарсы болмаймыз, бірақ енді шеттен шығып кетпей, қандай да бір өзін ивалы тәртіпті ұстаса, біз оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Қазіргі менің ойымша, жалпы өзімнің тұлғамды қалыптастыру кезінде көрген мәселе, мысалы, қазақ қыздары
қандай болу керек деген кезде тек оны мысалы отбасында жақсы ана болсын, үйде отырсын деген мағынада қана айтады да, сіз мысалы үйтіп айтпасаңыз, қазір көп адам сондай, үйде отырсын, дым жасамасын, басты мақсаты бала қарасын деген сияқты заттар айтады. Отбасы туралы айтатын болсақ, меніңше жақсы келін болу үшін, егер образға қатысты айтсақ, онда ұлыңды жақсырақ тәрбиелеу керек те, саған сондай келін алып келетін, мысалы, менталитетіңе сай бір-біріне үйленетін, ол қызда сен сияқты тәрбиеленген, жігіт те сен сияқты тәрбиеленген, сол кезде мәселе болмайды. Ал еркін ойлайтын, бір жұмыс істеймін дейтін қыз болса, онда жігіт те сондай болып, екеуі бір-бірімен қосылса, менің ойымша ата-енесінен де, туыстарынан да мәселе болмайды. Менің көз қарасымдағы осы заманауи қазақ қызының образы сондай. Қазірде бар енді, бұрындары әлгі бір-бірін танып барып, құда түсіп, сөйтіп үйлендіретін ғой, 2 жас бірін ұстап қала ма, кейін андай-мындай шығып жүрмей ме дегендей. Қызым бар, 5-еуін де оқыттық, жұмыс Түркияға дейін кетті көшіп міне. Соның бәрін өздері алып жүр, біз ешқандай оларға неміз жоқ. Кедергі келтірмеу керек сияқты. Жоқ, кедергіміз жоқ. Өзі жасаймын десе? Міне келініміз бар, келінімізге де жұмысты да алып отыр, баласын да бағып отыр, енді сол сияқты. Әрине қатал, аялап баққан бала ғой, бірақ оған қаталдық та керек. Еркін қоя берсе, қыз ұлға қарағанда өзін еркін ұстағаннан кейін әр нәрсеге ұрынып кетеді деп қорқады ғой енді. Сол абырой атағымен барсын, барған жерінде бізді ұятқа қалтырмасын деп есептейді ғой. Ұлға да не қойылады тәртіп. Бірақ енді қыздікі ұлға қарағанда жарты есе болса да көбірек қоясың. Өйткені оған барған жердің отын жағады, немесе жұмыс істеп жүрген жеріне сыйымды болу керек. Мінезіменен адам айтады ғой әлгі, мінезінен мүсәпір деп. Егер қыздың мінезі жаман болса, жұмысқа да барған жеріне де сыймайды. Ол мінезге де байланысты бәрі. Меніңше, жалпы ұят деген қазақтағы түсінік, жалпы әлемдегі бір гуманность деген сияқты түсінікпен тең. Бүкіл жерде бар ғой, мысалы, Италияда жүрсең де сен барып біреуді ұра алмайсың, ол дұрыс емес зат деген сияқты. Сондай бір шектеулер бүкіл жерде бар деп есептеймін. Бірақ сол неге бұл сұрақты қойып жатыр, неге талқыланып жатыр, өйткені кейбір кезде адамдар шектен шығып, осыны қолданады, ұят деген сияқты. Мына мәселеге қатысты, білмеймін, менің отбасымда ондай жоқ. Менің әке-шешем өзің қалағаныңды жаса, қандай жаққа барасың деп мені тәрбиеледі. Өздерінің принциптарын маған сіңірді, сондықтан бізде бір арамызда қарама-қайшылық жоқ. Демек, бірінші мәселе осы ұятпен байланысты. Егер өзіңнің принциптарыңды саналы түрде сіңіре алсаң балаңа, онда ертең ұят дейтін, ұялатын заттар болмайды сияқты, одан кейін де қиналмайды сияқты. Ал қазіргі ұят деген түсінік кез келген затқа айта береді ғой. Біреудің әйелі жүргізуші болса айтады, ұят емес па деп айтады, келіні жұмысқа кетсе, ұят емес па не істеп жүр деп айтады. Бір клише бере бергенше, менің ойымша қазір жай саналы түрде қарап көру керек сияқты. Қазір 21-ші ғасыр, бізге не керек? Неге бұрын ол ұят болды? Неге қазір ол ұят емес деген сияқты? Өйткені бұрынғы түсінік басқа, қазіргі түсінік басқа деген сияқты. Сондықтан бәрі баланс деп ойлаймын. Негізі өмірде бір толық дұрыс, толық қате зат жоқ. Любой адаммен келісуге болады, барлығын реттеп, бір балансқа келтіруге болады. Сондықтан абсолютно ұят заттар жоқ. Ал шылым тартуын қыз балаға жатпайды ғой, келмейді. Көріп жүрміз енді. Кейде айтсаң, нең бар деп қалғанда ұяласың. Бірақ көрсек әлгіге міндетті түрде не береміз енді, ескерту. Ол енді қыз балаға жат қылық. Ұл балаға да жат қылық қой, негізі. Ұлдарға да керегі жоқ. Егер етіп қарайтын болса. Ие. Просто қазір... Ол еліктеушілік пе екен? Қазір қыздар шексе, мысалы, қыздарға айтады да, сен ұят емес па, неге шегесің дейді де, ұлдар шексе, ол ұл ғой дейді. Мәселе сода. Ие. Және сол үшін қыздар бір дискриминация көреді, өйткені сен қыз шашыңды боясаң, білмеймін, татуировка жасатсаң, сен кінәлісің, ұл соны жасаса кінәлі емес. Меніңше, сосын айтады, ол темекі шегетін қыз, ол жаман қыз. Ол, білмеймін, ана күлпаштың қызы жаман екен деп айтады да. Мен ойлаймын,
әр адам таңдауды өзі жасайды ғой енді қазір. Мысалы мен өзім темекі шекпеймін, татуировка жасатпаймын, иә, мен бірақ ондай адамдарды сырт келбетіне қарап сөгуге болмайды деп ойлаймын. Оның өзінің шешесі бар, айтатын, өзінің әкесі бар. Егер солар рұқсат беріп қойса, ол сөйтіп өмір сүре берсін. Ол оның таңдауы, ол білмеймін, бір проблемасын сөйтіп көрсеткісі келетін шығар деген сияқты. Және соған қарап бір оны жаман ана, жаман келін, жаман қыз деп айтуға болмайды сияқты. Керісінше, жаңа айттыңыз ғой өзіңізде, қолдап кішкене, өзің білген жаса деген сияқты. Өйткені сізге ұнамаса, ол ұлыңызға ұнап тұрған қыз болуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан әркім өзі біліп өмір сүру керек сияқты қазір көбінесе. КСРО-ның кезінде отбасылық институтты бұзу үшін әйелдер ғана кім, ер адам бастық деп сөйтіп арасына от салғандықтан қазір біз сол феминизммен алшақтап кеттік. Ал кезінде негізі, мысалы, әйелі екеуі бір-бірімен санасып, сондай бір шешімге келген ғой. Сондықтан қазақтың негізінде бар ол зат. Дінімізде де бар, бізде көбісі ислам дінін ұстанады. Сондықтан біз бұған келеміз деп ойлаймын. Ал қандай феминизм, ол енді заман көрсетер, феминизмге түрі көп. Мысалы, батыстық феминизм, біреу чойс феминизм дейді енді. Сондықтан менің пікірімше біз феминизмге келеміз, егер адамдарда сананың ашықтығы болып бір заманға үйлесе алса. Расымен де қыздарға ешкім ұят үйде отыр деп айтпайтын, тең ақша беретін заманға келеміз. Просто осындай мәселе бар екен, барлығы мойындау керек. Әйтпесе ешкім мойындамайды қазір. Ой, қыздарда и так бәрі бар, киіп жүр ғой шалбарын, киіп жүр ғой юбкасын деп ойлайды да. Егер дұрыс жағынан түсінсе, меніңше барлығымыз келеміз. Өйткені сіздің де немере қызыңыз бар, мысалы, ол министр болам десе, ертең оның орнына бір ақымақ еркекті қойып қойса, мысалы. Ол да дұрыс емес қой. Көбіне жоғары орындарға жастарды тартып жатыр. Міне соның өзі бастауы шығар енді. Осы жастардың өзінің неше түрлі олардан да білімді адамдар шығады, олар алға тартады енді. Қолдау керек тек соларды. Соларды қолдау керек, бүкіл халық болып қолдауымыз керек. Ол болсын, қыз болсын, жақсы қасиеттерді бойына сіңіріп, алға қаратай жылжып, анандай жаман әдеттерді көп ұстамай, білімді болып, өкіметімізді енді қоғамымызды алға сүйреп, олар жақсы жаңалықтар ашып, мына жастардың тәрбиесіне кішкене бетбұрыс жасай ма деген сенімдеміз енді. Басқа әркімнің өз қолында ғой бәрі. Менің ойымша негізден жалпы егер барлығында сананың ашықтығы болса, расымен ізденіп, білімі толық болса, адамдардың барлығы феминизмнің де расымен де дұрыс көзқарас екен, әйелдерде осындай мәселе бар екен түсінер. Тек мысалы осындай үлкен жастағы адамдарға, немесе білмеймін, ауылда тұратын адамдарға феминизмнің не екенін түсіндіретін ешқандай жерлер жоқ. Бәрі феминизмді бір ол ЛГБТ, лесбилар, сондайлар, еркектерді жек көретін адамдар деп жеткізеді. Сол үшін үлкен адамдар да, жастар да қарсы болады. Менің ойымша, менің ең басты түйгенім, мысалы, әже сіз отырсыз, сіздің ойыңыз заманауи ойға өте жақын. Осындай әжелер көп деп ойлаймын негізі. Тек қана оларға басқа кері мәліметті береді. Мысалы, феминистер олардың барлығы қазаққа қарсы, ЛГБТ-ны қолдайтындар, сондай адамдар деп түсінік береді, сосын барлығы шатасады. Сондықтан да қазақтың келе жатқан бір әдемі феминизміне зиян келтіреді сияқты. Сондықтан бәрібір білім алса, сондай білімді беретін жер болса, барлығы күшті болады, және қыздар қиналмайды деп ойлаймын осы қоғамда өмір сүруге.